Баршаңызға сәлем. Бүгін 2-ші сынып қазақ тілі 130-ші сабақ. Егер видео ұнаса, соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Дара және күрделі сан есім. Біз бұл тақырыптан берілген тақырып бойынша әңгіме құрастырамыз. Диалогқа қатысамыз, қатені табамыз және оны түзеп жазамыз. 40-ші жаттығу. Суреттерге қарап, балалардың қайда саяхатқа бармақшы болғанын тап. Сол жер атауларын тақырып етіп алып әңгіме құрастыр. Мұнда бізде Бурабай, екіншісінде Медеу мұз айдыны, үшіншісінде Алтай таулары, одан кейін барып бізде Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі берілген. Енді осылардың барлығын біріктіріп, Қазақстанның көрікті жерлеріне саяхат тақырыбына әңгіме құрастырайық. Жазғы демалыста балалар Қазақстанның әсем жерлеріне саяхаттауды жоспарлады. Алғашқы бағыт Бурабай. Бурабайдың табиғаты керемет. Көл мен таулар, орман, тоғайлар балалардың ерекше қызығушылығын оятты. Олар серуендеп, тауға шығып, суретке түсіп, жақсы демалды. Келесі сапар Алматыдағы әйгілі Медеу мұз айдыны. Балалар Медеуде коньки теуіп серуендеді. Таза ауа, таудың салқыны бәріне ұнады. Содан кейін олар Шығыс Қазақстанға Алтай тауларына барды. Мұнда олар табиғатты тамашалап, маралдарды көрді. Биік таулар мен көк шалғын бәрінің есінде қалды. Саяхаттың соңында Түркістан қаласына барып, Қожа Ахмет Яссауи кесенесін көрді. Балалар бұл тарихи жер туралы көп мағлұмат алып, рухани әсерге бөленді. Балалар бұл саяхаттан керемет әсер алып, туған елінің сұлулығын мақтанышпен айтып жүрді. Келесі 41-ші жаттығу. Мәтіннің қатесін түзеп жаз. Түркістан қасиетті қала. Ондағы тайқазан көне ескерткіш. Ол 7 түрлі металдан жасалған. Салмағы 2 тонна. Дара сан есімдерді тап, олардың қай сөзбен байланысқанын анықта. Мұнда бізде дара сан есімдер 7 және 2. Келесі 42-ші жаттығу. Диалогтың сұрақтары мен жауаптарын толықтыр. Түркістан қандай қала? Түркістан тарихи қала. Онда не бар? Түркістанда Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі бар. Тайқазанның салмағы қанша? Тайқазанның салмағы 2 тонна. Осылай қатесіз дәптерге әдемілеп жазып аламыз.
Келесі 43-ші жаттығу. Жолаушыға айтылған тілек сөздерді есіңе сақта және көркем жаз. Жолың болсын, сәт сапар, жақсы демалып кел. Осыны дәптерге көркем түрде әдемілеп жазып аламыз. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Егер де видео ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз.